Балалар, сәлем. Сендер білесіңдер ме, неге ит пен мысық араз екен? Осы ертегіде сендерге айтып беремін. Тыңдаңдар. Ертеде ит пен мысық өте тату болған екен. Екеуін де адам асырап үйінде ұстапты. Күндердің бір күнінде бір адамның май сіңген тері дорбаға салып сақтап жүрген алтыны жоғалады. Қанша іздесе де таба алмайды. Алтыннан айырылған адамның күйі тайып, жүдеулене бастайды. Тапқан таянғаны ішіп жеуге жетпеуге айналады. Мұны көрген ит пен мысық қатты қынжылып, қожасының жоғалған алтынын іздеуге кіріседі. Екеуі ой-қырды аралап бармаған тауы, баспаған жері қалмайды. Ақыры титықтап үйлеріне қайтады. Ит пен мысық ұңжырғасы түсіп, үнсіз келе жатқанда кенет қожасының май сіңген дорбасының иісі мұрындарын жарып жібере жаздайды. Қуанғаннан ит қыңсылап, мысық болса мияулап жібереді. Ит айнала жүгіріп, тіміскілеп, ақыры бір тышқанның інін тырналап қаза бастайды. Мысықтың қуанышы қойнына сыймай, аңдып қарап отыра береді. Ит көп азаптанып, тышқан інінің түбіне жетсе, алтын салынған майлы дорбаны тышқан тығып қойған екенін көреді. «Мынаны көрдің бе?» деп алтынды мысықтың алдына лақтырады да, мысық болса сол кезде иесіне жақсы атанбақ болып, иттен бұрын алтынды ала қашады. Мысық үйдің төбесімен қарғи жүгіріп иесіне де жетеді. Алтынды тастай салады да, мұны көріп қожасы қуанып кетеді. Мысықты бауырына басып аймалай береді. Сөйтіп тұрғанда қара терге түсіп, сабалақ болып, арсалаңдап ит те жетеді. Келген бойда қожасының аяғына оралып, қыңсыла еркелейді. Ештеңені түсінбеген ол итін теуіп, жекіріп қуып тастайды. Жәбір көрген ит ызаланып, мысыққа тап береді. Қожасы болса арашалап, екеуін зорға айырып алады да, мысықты үйіне алып қалады, ал сол күннен бастап итті үйге жолатпайды. Мінеки, содан бері ит пен мысық бір-бірімен араз болып қалыпты. Мысықты тышқанға өштесуі болса, дәл сол күннен басталады. Осындай ертегілер KZ сайтынан басқа да ертегілер оқи аласыздар. Сіздер болса осы видеоға лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.